Сәлем достар, қалайсыңдар? YouTube-қа қайтадан видео жүктеуді бастап жатырмыз. Бүгін бізде керемет мықты бір обзор болайын деп жатыр. Жақында ғана маған Америкадан телефонға арналған мықты құрылғылар келді. Осы келген 2-3 күн ғана болды. Енді солармен сіздерге біртіндеп телефон қалай қосамыз, обзор жасап, ашып беріп, не үшін керек, қандай пайдасы бар, барлығын айтып беретін боламын. Ендеше кеттік, біз бастаймыз. It's not outside. Suck a dick, you sucker niggas can die. If I want it, ain't no way you can stop. I could cancel all your plans with a swipe. I could cancel all your plans for life. Так, ребята, давайте енді бастайық. Кеттік. Бірінші бізге не келді? Жіберіңіз. Бірінші бізде мынандай объектив. Бұл объектив телефонға арналған 1.7x. Қазір барлығын ашып көрсетіп беретін боламын. Біріншісі осы. Екінші бізге мынандай клетка. Бұл клетка тоже телефонға арналған. Осыған любой телефон жалғап қоссаңыздар болады. Бұның барлығы профессиональный. Так, үшіншісі бізде телефонға арналған немесе камераға арналған керемет профессиональный петличка. Петличка емес, даже микрофондегі болады. Бұл накамерный микрофон, кәдімгі направленный, кәдімгідей кино клип түсіру кезінде бүйтіп направить етіп қойып қоюға болатын керемет осындай петличка. И үшіншісі мынандай мықты трехножка. Прям өзім ашып көрдім. Качествосы нереальный, кәдімгі өте ауыр, мықты керемет сапада көрсетілген. Енді әрқайсысын ашып біртіндеп көрсететін боламыз. Так, бізге бірінші давайте бәріне қызық болып тұрған мынандай объектив. Бұл объектив телефонға арналған Best Grip деген компаниянікі. Маған Америкадан ровно бір айдың уақытында келді. Примерно тұратын бағасы 70-80 теңге тұрады. Бұл объективті сіздер өздеріңіздің айфондарыңыздың немесе Samsung-тың кәдімгі 1x, 2x любой объективіне қосуға бола береді. Бірақ бұны жалғау үшін арнайы мындай клетка керек болады. Қазір біртіндеп бәрін ашатын боламыз. Давайте ашайық. Ішінде қандай екен? Алдында уже Instagramға бірнеше обзорларын түсіргенмін. Рилстарды. Так, охо, прям ауыр, нереально. Міне, мынандай клетка. Клетка деппін ғой. Міне, мынандай объектив. Мәссаған қараңыздар, керемет өте ауыр линза. Бұл біздің картинкамызда кәдімгідей уже iPhone-мен түсетін болсаңыздар, кәдімгі 1x немесе 2x деген камера қойасыздар, немесе 13-14 болатын болса 3x камера қойсаңыздар, сіздердің телефондарыңызды уже сол тұрған кадрды 1.7 есеге көбейтіп береді. Және артын кішкене размыты қылып, киношный кадр жасап беретін болады. Бірақ размыты болу ол киношный кадрдың бірден-бір бөліктері емес, киношный кадр жасау үшін оның көп деген өзінің элементтері бар. Но мынау один из этих сондай бір сипаттарының бірі. Енді бұл өте жақсы жасалған, темірден істелінген, мына жерде жазылып тұр. Pro Series 1.7x Tele Convection Lens дейді. Телефонға арналған линза. Бұл качественный кадр жасайды. Енді бұл телефонға арналған линзаны біз телефонға тағамыз. Телефонға тағу үшін бізге анандай арнайы осындай клетка керек болады. Клетканы ашайық. Тоже өте сапалы, качественный клетка. Так, мынаяқтан ашайық қазір. Take your photography to the next level дейді. Яғни сенің түсіретін видеоларыңды, фотоларыңды келесі деңгейге көтер деп жазып қойыпты. Мықты. Мынандай арнайы қорапшада пакетте сақталған екен. Так, қазан ашып көрсетемін екен. Міне, достар, мынандай линза емес, мынандай клетка. Осы клеткаға мынау тұрған объективіміз жалғанады. Және мына жаққа біздің кез келген телефон қоя беруге болады. iPhone болсын, Android болсын, Samsung, iPhone 5s болса да даже қоссаңыздар болады. Неде арнайы мынандай резинкасы бар. Осы резинкаға камераларыңызды турлап қоясыздар. Мынаның барлығы кәдімгідей алынып салынады. Яғни мына жерге любой телефон размерін қоя береді. Және мынаны сіздердің телефондарыңызға кез келген жерде бүйтіп настройкасын істеп жасай берсеңіздер болады. Осындайынан. Енді давайте мына көргенін тақ көрейік. Маған бір мында iPhone керек. Давайте жігіттер, кімде iPhone бар? Маған жіберіңдер. Нұржан, сен iPhone бере сал, чехолын шешіп. Так, міне, менің қолымда қазір мынандай iPhone 7. Осы iPhone мына жаққа тағылады. Міне, былайынан аяққа кигізіледі. Міне, кішкене көтеріп қоямыз. И және камерасы қайда бұның? Камерасы бізде мін тұр. Камерасы мін тұр. Осы тұрған камераны, ал тұрған резинканы тура домалаған ортасына алып келеміз. Қазір кішкене төмен түсіреміз. Төмен түсірдік. Былай алып келеміз. Және мін тағамыз. Все. Міне. Біздің iPhone-ымызды қазір мына клеткаға тақтық. Енді осы клеткаға мынаның бәрін бұрап қатайтып қоямыз. Барлығы әдемі, қатты болып тұру керек. Енді осыған біз мынау тұрған линзаны бұраймыз. Міне. Бізде уже мынандай профессиональный, кәдімгідей видеоға түсіретін
осындай бір күшті сетап настройка шықты. Бұл видеомын егер де сіздер мобилограф болсаңыздар, егер де бұған дейін заказдарыңызды примерно 15 мың, 20 мыңға, 30 мыңға түсіріп жүрсеңіздер, енді мынандай құрылғыдан кейін сіздердің заказдарыңыз ең кемінде 2 есеге қымбаттайтын болады. Но в моем случае, мен уже бұл затпен қолданып жүргеніме 1 жылдан асты. Қазіргі түсіріп жатқан видеомыз да телефонға түсіріліп жатыр. Мына жақта тұрған крупный план мынау да тоже телефонға түсіріліп жатыр. Мұнда қазір біз 2 iPhone және тағы бір iPhone, 3 iPhone түсіріп жатырмыз. Именно осы YouTube-тың подкастын, YouTube-тың осындай обзорды. Мен барлық видеоны телефонға түсіремін. Мен осы құрылғыларды қолдану арқылы бір видеоны 250 мың, 300 мың, 350 мың теңгеге түсіремін. Бір видеоны ол YouTube-қа арналған осындай обзор болуы мүмкін, Reels-қа арналған видеолар болуы мүмкін, әртүрлі эксперттердің немесе бір коммерческий магазиндердің видеолар болуы мүмкін. Мен осы жылдан 3-4 ай бұрын көктемде LC Waikiki компаниясына тоже телефонмен осы объективті қолдану арқылы 300 мың теңгеге бір видеоны түсірдім. Так что, достар, мынандайды сатып алсаңыздар болады, бір айдың ішінде келеді, немесе мен арқылы заказ берсеңіздер болады, мен сіздерге кәдімгідей барлығын мықты қылып заказ беріп, таңдап, қалай таңдау керек, барлығын айтып беретін боламын. Кеттік, осындай керемет бізде құрылғы пайда болды. Дальше енді бізде екіншісі бізде мынандай петличка. Бұны даже петличка деп айтуға болмайды. Себебі бұл накамерный микрофон, Bassgrip деген компаниянікі, тоже барлығы бір компаниянікі. Барлығын ашайық. Қазір біртіндеп көрсететін боламын. Мынау тұрған жаңағы біздің микрофонымызды қоятын нәрсе. Так, енді екіншісі мынау тұрған бізде мынандай бұны бізде ветрозащита дейді. Далаға шыққан кезде жел болып тұратын болса, осыны кигізіп қойсаңыздар, микрофондарыңызда гуілдеген желдің дауысы шықпайтын болады. Дальше бізде микрофонның өзі өте ауыр, кәдімгі салмақты, жақсы істелінген екен. Мынау направленный микрофон. Яғни сіз бұны сұхбат болған кезде, бір репортаж жазып түсіретін кезде, бүйтіп тұрып сөйлеп тұрсаңыздар, керемет контент шығады. Яғни бұны біз мынаған тағамыз міне. Қазір көрсетейін сіздерге. Кішкене қаттылау, міне осыған тағамыз. Мына жақта өзінің шнурлары бар мына. iPhone-ға арналған және камераға арналған, және мынандай ветрозащитасы бар. Бүйтіп қоясыздар. И сізде уже далада смело, керемет мынандай микрофон ретінде профессионал қолдансаңыздар болады. Оны біз мындай жерге тағып қоямыз. Мына жерде гаражи башмак деген бар. Телефон клеткада, соны мынаған бүйтіп тағып қоюға болады. Бүйтіп бұрап қоясыздар. Сонда бізде уже міне iPhone 7-ден біз жасадық такой профессиональный керемет техника. Қазір бұрап қойын до конца. Өйстіп қатайтып қоямыз. Мына жаққа проводпен келеді, переходник арқылы, и все, бізде мынандай контент дайын. Және де келесісі бізде мынандай керемет трехножка, бұны ағылшындар, американецтер, шетелде бұны трипод дейді. Трипод немесе трипод, дұрыс акцент дұрыс қойып қойған жоқ шығармын. Бірақ осындай мықты бір керемет құрылғы. Бұл қазір ашып көрсетейін сіздерге. Тоже телефонға арналған, камераға арналған керемет штатив деуге болады, трехножка деуге болады. Маған өзіме қатты ұнады. Мынаны пока энергия қойып қойық. Осындай керемет трехножка. Мынаның барлығы кәдімгідей босатылады. Мынау тұрған біздің бағанағы телефонымыздың держатель дейді. Держатель телефоны астындағы тұрған поставкаға бұралады. Және мынаны бүйтіп бұруға болады. Кез келген градусқа көлден вертикаль түрге болады, немесе горизонталь түрге болады. Және мына жерде керемет градустары бар. Сол градус арқылы кәдімгідей бүйтіп плавно бұрсаңыздар. Кеше ғана мен осыдан видео түсірдім. Қойып бүйтіп плавно түсірдім. Қарашы, қалай өте плавный, өте керемет такой мягкий, күшті кадр шығады сіздерге. Бүйтіп бұрсаңыздар болады. Кәдімгі ауыр телефон немесе камера қойсаңыздар, жылжымай, дірілдемей, керемет качество беретін болады. Қазір давайте енді осыны біз телефонымызды қосып көрейік. Астынан тағамыз. Қазір бұрап жатырмын. Все. Қатайтып қоямыз бүйтіп. И мынаны мына жаққа тағып қоямыз. Мына жағын бұраймыз. Мына жерін қатайтамыз. Все, значит, біздің телефонымызға арналған мынандай керемет зат шығады. Бұны ұстап жүрсеңіздер болады, жүгіріп жүрсеңіздер де болады, жүріп жүрсеңіздер де болады. Мынандай объективпен керемет кадр шығады. Немесе былай ұстап алып, былай түсеңіздер де болады. Немесе төңкеріп алсаңыздар да болады. Өздеріңіз білесіздер, қалай қойса деген ыңғайлы. Но в моем случае мен бұларды көбінесе мынаны бір жерге қойып қалған кезде ғана түсіремін. Ал так көбінесе мен қолмен түсіремін. Бүкіл кадрдың бәрін қолмен былайынан бүйтіп түсіре береміз осылайынан. Осындай керемет құрылғы шықты. iPhone 7-ден біз кәдімгідей профессиональный керемет камера сияқты качество беретін мықты картинка жасадық.
Но iPhone 7 кішкене, конечно, слабылау, сразу айтып қойын, сапасы өте төмен қалып. Но для начала еще можно. Но если сізде iPhone 12, 12 Pro Max, 13, 14 болатын болса, мынаны қойсаңыздар, кәдімгідей Sony, Canon сияқты мықты качествода видеолар шығатын болады. Мында қазір мен видеолардың бәрі шығып жатқан шығар, соның бәрін қойып сіздерге көрсетіп жатырмын. Ендеше достар, осындай керемет технологияларды қолдану арқылы біз өзіміздің осы мобайл фильммейкинг саламыздағы, яғни мобильный видеосъемка саламыздағы керемет дәрежеге шығуға болады. Видеоларыңыздың бағасын ең кемінде 2-3 есеге көбейтсеңіздер болады. Ары қарай тағы да осындай пайдалы контенттерді салып тұрсын десеңіздер, давайте салып тұрайын. Астына түсінбеген жеріңіз болатын болса, комментар жазыңыздар. Төменге описанияға тағы толық ақпаратты қалдырып кететін боламын. Так что мен Instagram парақшама жазылып алыңыздар. Сол жерде көптеген әртүрлі лайфхактар беріп отырамын, именно осы мобильный съемка арқылы. Ендеше келесі видеода кездескенше сау. It's not outside. Suck a dick, you sucker niggas can die. If I want it, ain't no way you get shot. I could cancel all your plans with a swipe. I could cancel all your plans for life.